Sizler sayladыңыздар, орган, партия орган sayladыңыздар. Sizler айтасыздар, депутатты ғана халық сайлайды деп, ал енді басшыны сіздер сайласаңыздар, халықтың қолдауымен сайлауларыңыз керек қой. Сіз халықтың қолдауысыз халықпен ақылдаспайсыз. Өздеріңіз сайладыңыздар да қой. Партия өзі шешеді. Жоқ, басшы партияға ғана емес қой. Әрбірден кейін партияны ғана басқармайды ғой. Қазақ болу керек болды. Қазақ болу керек басшымыз. Қазақстанда тұрамыз ағайын. Басшы деген әрбірден кейін партияны басқармайды тек қана. Так, 45 жыл мына партия совет жұмысында басқарған екен өзі. Өзі басқарды ол кісі. Кеше өзінің рұқсатыменен, өзі ол кісі заявление беріп неше раз. Сонау съезден бері политбюродан сұрап жүр қазір ол кісі. Бізге рұқсат беріңіз, денсаулығыма байланысты. Осы 12 январ күні ол кісі 75-ке толады. Білесіздер ғой. Ол кісінің арқасында мына Қазақстан, осы Алматыдан өздерің көріп отырсыңдар ғой мінекей. Алматыдан көріп отырсыздар. Қалай өскенімізді басқа жерге бармайық. Кеше кім қазақ еді? Ағай, бар ғой, Содан кейін мәселе, егер сіздер жаңа Ленинді ситіріп деп жатсыздар. Мәселе Лениннің айтқаны бар. Мәселе ол қай ұлттың тұрғаны емес. Мәселе үкіметке берілген, партияға берілген адам басқарса бізді. Сонда деп түсінем мен. Егер былай келетін. Қазақтың партияға берілген адам жоқ па, өкіметке берілген. Сіздер сонда өздеріңіз Жоқ. Бұл қазақ бізде елімізде сөз ойлады. Сонда ұлт сөйледі бұл қазақ. Саяси бюроны